Біз өмір сүретін әлемде көптеген тірі ағзалар бар. Осы тіршілік иелерінің бәріне кім өмір береді? Біз Құдайдың қалауымен жаратылған барлық нәрселердегі өмірдің құпиясын таба аламыз. Аян кітабы 4-ші тарау 11-ші аят. Өйткені бүкіл әлемді жаратқан өзіңсің, сенің еркіңмен ол жаратылды. Аспанда ұшып бара жатқан құстар, теңізде жүзіп жүрген балықтар, далада жүгіріп жүрген жануарлар, барлық тіршілік иелерінің анасы мен әкесі бар. Және олар өмірді аналар мен әкелерінен алады. Біз, адамдар, өмірді әкелеріміз бен аналарымыз арқылы аламыз. Ал барлық тірі ағзалардың ата-анасынан мұраға қалған белгілі бір өмір сүру мерзімі бар. Иттердің өмір сүру ұзақтығы 15 жыл, пілдердікі 60 жыл, ал теңіз тасбақаларынікі 200 жыл. Сонда біз мәңгілік өмірді кім арқылы ала аламыз? Тиматейге арналған 1-ші хат 6-ші тарау 16-ші аят. Мәңгіліктің жалғыз иесі. Жуханның 1-ші хатының 2-ші тарауының 25-ші аяты. Ал Құдайдың бізге берген уәдесі мәңгілік өмір. Бізге мәңгілік өмірді тек өлмейтін Құдай ғана бере алады. Сонда бізге мәңгілік өмірді қандай Құдай береді? Матайдың 6-шы тарауы 9-шы аяты. Көктегі әкеміз. Ғалаттықтарға арналған 4-ші тарау 26-шы аят. Бірақ көктегі Иерусалим ерікті біздің рухани анамыз сол. Құдай бізге мәңгілік өмір береді, және олар Құдай әке және Құдай ана. Бұл Құдайдың қалауымен жаратылған барлық нәрседе жасырынған өмірдің құпиясы. Сонда Құдай әке мен Құдай ана мәңгілік өмірді қалай береді? Жуханның 6-шы тарауы 54-ші аяты. Кімде-кім менің денемнен жеп қанымнан ішсе, ол мәңгілік өмірге ие болады. Исаның денесін қалай жеп қанын қалай іше аламыз? Лұқаның 22-ші тарауының 15-ші аяты. Мен азап шегер алдында мына құтқарылу мейрамының асын сендермен бірге жеуді қатты аңсап едім. Содан кейін Иса қолына нан алып шүкірлік етті. Бұл сендер үшін құрбандыққа берілмек денем. Мына тостаған сендер үшін төгілмек қаныммен бекітілген жаңа келісім деді. Иса құтқарылу мейрамын нанын ұсынып, оның өзінің денесі екенін, ал құтқарылу мейрамын шарабын ұсынып, оның өзінің қаны екенін айтты. Жаңа келісімнің құтқарылу мейрамын тойлаған кезде, біз Құдайдың денесі мен қанын мұра ету арқылы мәңгілік өмірге ие бола аламыз, және Құдайдың балалары бола аламыз. Жаңа келісімнің құтқарылу мейрамын атап өтіп, Құдай әке мен Құдай анадан мәңгілік өмірдің батасын алыңыз.